Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен бүгін мен чизкейк тортын дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен 300 грамм печеньемізді блендердің көмегімен майдалап алатын боламыз. Егер де сізде блендер жоқ болатын болса, печеньені пакетке салып, үстінен оқтаумен де майдалап алсаңыз болады. Міне достар, видеода көрсетілгендей етіп, осындай ұсақ етіп майдалайтын боламыз. Келесі достар, үстіне ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Дәл осы печеньемізді 22 диаметрлі формамызға салатын боламыз. Екеуін теңдей бөліп, жартысын алып қалатын боламыз. Қыздар, печеньемізді осылай формамызға тегістеп, нығыздап, біркелкі етіп аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп кондитерский лопатканың көмегімен немесе қасықтың көмегімен де жасасаңыздар болады. Енді келесі формамыздың дәл ортасына стаканымызды қойып, қалған печеньені салып, видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар, осындай чизкейктің печеньесі керемет әдемі болып шығады. Келесі достар, творожный сырымызға 150 грамм сахарная пудрамызды қосатын боламыз. Творожный сыр алдын ала бөлме температурасында тұру керек. Қыздар, творожный сырымыз жұмсақ, еріп тұратын болса, осындай араластырған кезінде арасында түйіршіктер қалмайтын болады. Келесі осы творожный массамызға сүтімізді, қаймағымызды бәрін қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қыздар, тағы бір айтып кететін жайт, мен сливкидің орнына сүт қолдандым. Егер сізде сливки болатын болса, сливки қоссаңыз болады. Таңдау өзіңізде. Келесі дәл осы творожный массамызға жұмыртқаларымызды біртіндеп, бір-бірлеп қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Осы жерде жұмыртқаны араластыру өте маңызды, өйткені арасында түйіршік қалмауы керек. Біркелкі болған соң жақсылап араластырып аламыз да, келесі жұмыртқамызды қосып, тағы да араластыратын боламыз. Қыздар, массамыз дәл осы видеода көрсетілгендей етіп біркелкі болу керек. Келесі формамыздағы печеньеміздің үстіне осы творожный массамызды құятын боламыз. Міне достар, енді алдын ала қыздырып қойған пешімізге жібереміз. Ең алдымен 180 градустағы қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Артынан 150 градусқа түсіріп, тағы да 20 минут пісіретін боламыз. Барлығы 50 минутта біздің чизкейк тортымыз пісіп шығатын болады. Достар, міне біздің керемет чизкейк тортымыз пісіп шықты. Тек формада толықтай суып болғаннан кейін ғана барып кесуге болады. Қыздар, міне біздің чизкейк тортымыздың іші дәл осылай болып көрінеді. Қараңыздаршы, біркелкі, іші де керемет. Дәмін енді айтып жеткізу мүмкін емес. Қыздар, видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге чизкейк тортын дайындағандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды.